Қайырлы күн, 10-шы сынып оқушылары. Біз бүгін саны және математика бағыты бойынша 10-шы сыныптың дүниежүзі тарихы пәніне 2-ші тоқсанға арналған этникалық әлеуметтік процестер бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Тақырыбымызды бастаймыз. Этносаралық қатынастар, проблемалар және қарама-қайшылықтар. Әлемнің этникалық картасы. Өткен заманда және қазіргі уақытта қоғамның әлеуметтік ұйымдасуының тарихи формалары, яғни осы тақырыпты қарастырамыз. Бізде екі тапсырма беріледі. Бірінші тапсырма: кестеде берілген ақпараттардың тарихи ақиқат не жалған екендігін ажыратыңыз дейді. Бізде кесте берілген, қарап отырсақ, бұл кестеде жалған немесе ақиқат екенін жазуымыз керек. Ақпараттар: қара нәсілділердің құқықтары үшін нәсілдік кемсітушілік саясатқа қарсы күрескен әйгілі американ қайраткері Адольф Гитлер. Бұл бізде жалған. Жалған дегенге белгілейміз. Әлемді таза қанда арийлер нәсілі билеуі керек. Өзгелер төмен нәсілді адамдар. Оларды немістерге қызмет ету үшін жаралған деп неміс ұлтшылдығын жолға қойған нацистік партияның көсемі Нельсон Мандела. Жалған. Нәсілдік белгілеріне бола байырғы тұрғындарды арнайы қамауда оқшауландырып ұстау арқылы саяси, әлеуметтік, экономикалық және азаматтық құқықтарынан айыратын нәсілдік кемсітушіліктің түрі апартеид саясаты оңтүстік Африка Республикасында жүргізілді. Бұл ақиқат, яғни дұрыс. Екінші, жаһандану жағдайында этникалық және мәдени әртүрліліктің сақтау тақырыбына SWOT талдау жасап, сұраққа жауап беріңіз дейді. SWOT дегеніміз бұл бізде күшті жақтары, әлсіз жақтары және жаһандану жағдайындағы этникалық мәдени түрлілікті сақтау үшін не істеуге болады? Бұл бізде ұлттық мәдениетті қолдау және дамыту, білім беру арқылы мәдени сана қалыптастыру, ақпараттық кеңістікте ұлттық контентті көбейту. Қазақстан қоғамының әлеуметтік стратификациясын кестеде берілген критерийлер бойынша анықтаңыз дейді. Стратификация бұл бізде халықтың табыс деңгейі бойынша, жас ерекшелік құрамы бойынша, ұлттық құрам бойынша, білім деңгейі бойынша. Ал бізде Қазақстанның әлеуметтік стратификациясы. Стратификация бұл бізде Қазақстанның әлеуметтік бөлімі бойынша, бұл бізде табыс бойынша бізде жоғары табысты топ, ірі кәсіпкер, бизнесмен, банкир, жоғары лауазымды тұлғалар. Бұлай біз санмен белгілеп қояйық, сонда бізге орта табысты топ: мемлекеттік қызметкерлер, дәрігерлер, мұғалім, инженер, шағын кәсіп-иелері. Төмен табысты топ: жұмысшылар, ауыл шаруашылық қызметкерлері, жұмыссыздар және аз қамтылған отбасылар. Жас ерекшелік құрамы бойынша жастар 14-29, білім алып жатқан, еңбек нарығына енді кіріп жатқан буын. Ересектер 30-59 жас, қоғамның негізгі еңбекке қабілетті белсенді бөлігі. Қарттар 60-тан жоғары, еңбек өтілі мол, зейнет жасындағы азаматтар. Ұлттық құрамы: Қазақстан көп ұлтты мемлекет. Қазақтар негізгі ұлт: орыс, өзбек, ұйғыр, украин, татар, басқа да этностар бейбіт өмір сүреді. Ұлт арасындағы келісім мен татулық елдің басты құндылығы. Соңғысы бізде білім деңгейі бойынша, бұл бізде жоғары білімділер, ғалым, маман, оқытушы, инженерлер. Орта арнаулы білімділер, техник, медбике, қызмет көрсету саласы қызметкерлері. Білім деңгейі төмендер, бұл бізде қарапайым жұмысшылар, біліктілігі жоқ еңбек иелері. Достар, осымен біздің 10-шы сыныптың ОЖБ тапсырмасы аяқталды. 3 тапсырма берілген, 12 баллдық жүйе бойынша қарастырылатын болса, барлығына дұрыс жауап берсеңіздер 12 балл беріледі. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Займұғалім каналына жазылып, лайк басып қолдау білдіруді ұмытпаймыз. Пайдалы болып жатса, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаймыз. Сау болыңыздар.